Қарар бөлімі жарияланады. Қылмыстық кодексінің 388-і, 390, 393-ші, 595-ші, 395-ші, 398-ші, 401-ші баптарын басшылыққа ала отырып, сот үкіметтен Самат Смайылович Сыдыковтан Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 264-ші бабы 2-ші бөлігі және 234-ші бабы 3-ші бөлігі 2-ші тармағы бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған үшін кінәлі деп танып, оған жаза ретінде қылмыстық кодексінің 264-ші бабы 2-ші бөлігімен 8 жылға бас бостандығынан айыру, қылмыстық кодекс 234-ші бабы 3-ші бөлігі 2-ші тармағымен 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодексінің 58-ші бабы 3-ші бөлігіне сай тағайындалған жазалардың жеңілірегін неғұрлым ауыр жазамен сіңіру жолымен түпкілікті Сыдыковке 8 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын және тағылған жазаның өтеу қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелеріне белгіленсін. Сыдыков қолданылған үй қамақта болу бұлтартпау шарасы күзетпен ұстау бұлтартпау шарасын өзгертіп, ол дереу қамауға алынсын. Сыдыковқа күзетпен қамауға алынған 2021 жылғы 7 қаңтардан 2022 жылғы 9 қаңтарға дейін уақыты және 2022 27 маусымнан үкім заңды күшіне енген дейін күзетпен ұстау уақыты 62-ші бабы 3-ші бөлігі 2-ші тармақ негіздерінен бір күн қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемелеріне бас бостандығын айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күнімен есебімен жаза мерзіміне есепке алынсын. 2021 жылғы 9 қаңтардан 28-ші үй қамақтағы болу негізі 2 күн бас бостандығынан айыру түріндегі жазасын өтеуден 1 күн есебімен жазаға мерзімге есепке алынсын. Жаза мерзімін өтеу үкімнің заңды күшіне енгеннен кейін уақытынан басталсын. Қазақстан Республикасының жәбірленуші өтемақы қорына туралы заңнаманың көзделген тәртіппен 20 айлық есептік көрсеткішпен 58.340 теңге мәжбүрлі төлем және мемлекеттің пайдасына 73.304 теңге 32 тиын тұратын процестік шығындарды өндірілсін. Ялым Тунжайм Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 264-ші бабы 2-ші бөлігі және 234-ші бабы 3-ші бөлігі 2-ші тармағы бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған үшін кінәлі деп танып, оған жаза ретінде қылмыстық кодекс 264-ші бабы 2-ші бөлігімен 8 жылға бас бостандығынан айыру, қылмыстық кодексінің 234-ші бабы 3-ші бөлігі 2-ші тармағына 5 жылға бас бостандығынан айыру жазалары тағайындалсын. Қылмыстық кодексінің 58-ші бабының 3-ші бөлігіне сай тағайындалған жазалардың жеңілдерегін неғұрлым ауыр жазаға сіңіру жолымен түпкілікті Ялым Тунжайға 8 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын және тағылған жазаны өтеу қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерден белгіленсін. Ялым Тунжайға қолданылған күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енген дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Ялым Тунжай күзетпен қамауға алынған 2021 жылғы 7 қаңтардан бастап үкім заңды күшіне енген дейін күзетпен ұстау уақыты Қылмыстық кодексінің 62-ші бабы 3-ші бөлігі 2-ші тармағы негізінде бір күн қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелеріне бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның өтеуін 1,5 күн есебімен жаза мерзімге есепке алынсын. Жаза мерзімін өтеу үкімнің заңды күшіне енгеннен уақытынан басталсын. Қазақстан Республикасының жәбірленуші өтемақы қоры туралы заңнаманың көзделген тәртіппен 20 айлық есептік көрсеткіш есебімен 58.340 теңге мәжбүрлі төлем және мемлекеттің пайдасына 840 теңге 50 тиын процестік шығындар өндірілсін. Самат Тұрғынбаев Рақышев Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 264-ші бабы 2-ші бөлігі бойынша қылмыстық құқық бұзушылық жасауға қатысуы дәлелденбеуі байланысты ақталсын. Самат Тұрғынбаев Рақышевті қылмыстық кодексінің 234-ші бабы 2-ші бөлігі 1-ші, 4-ші, 5-ші тармақтарын бойынша қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танып, оған жаза ретінде 1 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 7-ші желтоқсандағы заңның 2-ші бабы 1-ші тармағы 2-ші тармақшасына сәйкес Рақышев негізгі бас бостандығынан айыру жазасынан босатылсын. Рақышев қолданған күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкімнің заңды күшіне енгеннен дейін ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау бұлтартпау шарасына ауыстырылсын және күзетілуден дереу босатылсын. Самат Рақышевтан Қазақстан Республикасы жәбірленуші өтемақы қорына заңнаманың көзделген тәртіппен 15 айлық есептік көрсеткішпен 43.755 теңге
мәжбүрлі төлем және мемлекеттің пайдасына 840 теңге 50 тиын құрайтын процесс шығындары өндірілсін. Талғат Тұрғынбаев Рақышев Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 264 бабы 2 бөлігі бойынша қылмыстық құқық бұзушылықты жасауға қатысуы дәлелденбеуіне байланысты ақталсын. Талғат Тұрғынбаев Рақышевті қылмыстық кодекс 234 бабы 2 бөлігі 4-5 тармақтарын бойынша қылмыстық бұзушылықтар жасаған үшін кінәлі деп оған жаза ретінде 1 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 7 желтоқсандағы заңының 2 бабы 1 тармағы 2 тармақшасына сәйкес Талғат Рақышев негізгі бас бостандығынан айыру жазасынан босатылсын. Рақышевқа қолданылған күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкімнің заңды күшіне енген дейін ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау бұлтартпау шарасының ауыстырылсын және күзетілуден дереу босатылсын. Рақышевтан мемлекеттің пайдасына 840 теңге 50 тиын құрайтын процесстік шығындар өндірілсін. Жанасыл Тілегенович Дәуреновтің Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 264 бабы 2 бөлігі бойынша қылмыстық құқық бұзушылықты жасауға қатысуы дәлелденбеуіне байланысты ақталсын. Жанасыл Дәуреновті қылмыстық кодексінің 234 бабы 2 бөлігі 4-5 тармақшасы бойынша қылмыстық құқық бұзушылықты жасаған үшін кінәлі деп танып, оған жаза ретінде 1 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 7 желтоқсандағы заңның 2 бабы 1 тармағы 2 тармақшасына сәйкес Дәуреновті негізгі бас бостандығынан айыру жазасынан босатылсын. Дәуреновке қолданылған күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкімнің заңды күшіне енген дейін ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау бұлтартпау шарасын ауыстырылсын және күзетуден дереу босатылсын. Дәуреновтен Қазақстан Республикасы жәбірленуші өтемақы қоры туралы заңнаманың көзделген тәртіппен 15 айлық есептік көрсеткіш есебімен 43.755 теңге мәжбүрлі төлем және мемлекеттің пайдасына 840 теңге 50 тиын құрайтын процесстік шығындар өндірілсін. Тастан Нұридин Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 264 бабы 2 бөлігі бойынша қылмыстық бұзушылықтарын жасауда қатысуы дәлелденбеуіне байланысты ақталсын. Тастан Нұридин қылмыстық кодексінің 234 бабы 2 бөлігі 1, 4, 5 тармақтары бойынша қылмыстық бұзушылықтарды жасаған үшін кінәлі деп танып, оған жаза ретінде 1 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы Қазақстан Республикасының 21 жылғы 7 желтоқсандағы заңның 3 бабы 1 тармағына сәйкес 2-ден 1 мерзімге қысқартылсын, түпкілікті 9 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын және тағылған жазаның өтеуін қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелеріне белгіленсін. Тастан Нұридинге күзетпен қамауға алынған 2021 жылғы 23 шілдеден бастап 2022 жылғы 27 маусымға дейінгі күзетпен ұстау уақыты қылмыстық кодексінің 62 бабы 3 бөлігі 3 тармағы негізінде 1 күн қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінен бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның өтеуден 2 күн есебімен жаза мерзімге есепке алынсын. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 62 бабын белгілеген алдын ала қамауға алуды есепке жатқызатын қағидаларын ескере отырып, осы іс бойынша Тастан Нұридинді күзетілуде болу уақыты сот тағайындалған жазаның қамтуына байланысты тағайындалған жазадан босатылсын. Тастан Нұридинге қолданған күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкімді заңды күшіне енген дейін ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау бұлтартпау шарасына ауыстырылсын және күзетілуден дереу босатылсын. Тастан Нұридиннің Қазақстан Республикасының жәбірленуші өтемақы қоры туралы заңнаманың көзделген тәртіппен 15 айлық есептік көрсеткішпен 41.670 теңге мәжбүрлі төлем және мемлекеттің пайдасына 840 теңге 50 тиын құрайтын процесс шығындар өндірілсін. Диас Нұрлан Әділбаев Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 264 бабы 2 бөлігі бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауға қатысуы дәлелденбеуіне байланысты ақталсын. Диас Нұрлан Әділбаев қылмыстық кодексінің 234 бабы 3 бөлігі 1, 4, 5 тармақтар бойынша қылмыстық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылып,
оған жаза ретінде 1 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы заңның 3-ші бабы 1-ші тармағына сәйкес 2-ден 1 мерзімге қысқартып түпкілікті 9 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын және тағылған жазаны өтеу қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелеріне белгіленсін. Әділбаевтың күзетпен қамауға алынған 2021 жылғы 5 тамыздан бастап 2022 жылғы 27 маусымға дейін күзетпен ұстау уақыты қылмыстық кодексінің 62 бабы 3 бөлігі 3 тармағына негізінде бір күні қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелеріне бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күн 2 күнмен есебімен жаза мерзімі есептелінсін. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 62 бабында белгіленген алдын ала қамау алуды есепке жатқызу қағидаларын ескере отырып, осы іс бойынша Әділбаевтың күзеттелуде болу уақыты сот тағайындалған жазаның қамтуына байланысты тағайындалған жазадан босатылсын. Әділбаевқа қолданылған күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкімнің заңның күшіне енге дейін ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау бұлтартпау шарасына ауыстырылсын және күзетуден дереу босатылсын. Әділбаевтың Қазақстан Республикасы жәбірленуші өтемақы қоры туралы заңнаманың көзделген тәртіппен 15 айлық есептік көрсеткішпен 41.670 теңге мәжбүрлі төлем және мемлекеттің пайдасына 840 теңге елу тиын құрайтын процесс шығындар өндірілсін. Бекжан Абилқасымов Айдаровты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 264 бабы 2 бөлігі бойынша қылмыстық бұзушылықтар жасауға қатысу дәлелденбеуіне байланысты ақталсын. Бекжан Айдаровты қылмыстық кодекс 234 бабы 2 бөлігі 4-5 тармақшасы бойынша қылмыстық бұзушылықтар жасаған үшін кінәлі деп танып, оған жаза ретінде 1 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы заңның 2 бабы 1 тармағы 2 тармақшасына сәйкес Айдаров негізгі бас бостандығынан айыру жазасынан босатылсын. 155 грамм, 130 грамм, 110 грамм, 65 грамм, 1020 грамм, 620 грамм алтынды заттарды мемлекеттік пайдасына аударылсын. Мемлекеттің шеңберіне шығарып жіберілген контрабандалық алтын заттардың құны ялым тұнжайдан 289 миллион 222 мың 911 теңгені, ялым тұнжайдан 438 мың 542 мың 904 теңгені, ялым тұнжайдан 344 миллион 214 мың 966 теңгені, бірлесіп ялым тұнжайдан Адилбаевадан 204 миллион 778 мың 608 теңгені, бірлесіп ялым тұнжайда және Диас Адилбаевтан 94 миллион 586 мың 544 теңгені, бірлесіп ялым тұнжайда және Диас Адилбаевтан 210 миллион 750 теңге 935 теңгені, бірлесіп ялым тұнжайдан және Жарқынбековтан 143 миллион 581 мың 101 теңгені, бірлесіп ялым тұнжайдан және Диас Адилбаевтан 273 миллион 509 мың 715 теңгені, бірлесіп ялым тұнжайдан және Динара Адилбаевадан 103 миллион 441 мың 920 теңгені, ялым тұнжайдан 744 миллион 533 мың 238 теңгені, бірлесіп ялым тұнжайдан және Диас Адилбаевтан 88 миллион 67 мың 976 теңгені, бірлесіп ялым тұнжаймен және Жарқынбековтан 134 миллион 257 мың 12 теңгені, ялым тұнжайдан 160 миллион 968 мың 272 теңгені, бірлесіп ялым тұнжайын және Тастан Нұридин 441 мың 441 миллион 833 мың 220 теңгені, бірлесіп ялым тұнжайдан және Динара Адилбаевтан 573 миллион 52 мың 94 теңгені, ялым тұнжайдан 391 миллион 841 мың 550 теңгені, бірлесіп ялым тұнжайдан Тастан Нұридин, Бакешев, Ерғанат, Өдеген және Сыдықовтан 269 миллион 422 мың 422 теңгені мемлекеттік кірісіне өндірілсін. Заттай дәлелдемелер 7 қаңтар 21 ялым тұнжайын тінтуі кезінде алынған белдіктер жойылсын.
$800.700, $7.500 ақша қаражат мемлекет пайдасы аударылсын. Биялысы тиесілі рюкзактың өзіне қайтарылсын. БАКШ-тың тергеу органына өз еркімен тапсырылған, яғни әуежайдағы алтынды заңсыз кіргізу үшін алған 1.445.000 теңге мемлекеттік пайдасын аударылсын. Айдаровтан алынған 665.000.000 теңге қаражат мемлекеттің пайдасына аударылсын. Ерғанат өз еркімен берген 1.950.000 теңге қаражат мемлекет пайдасына аударылсын. Сыдықовтың үйінен табылған Минкен таразының пластик тумбусын өлшеу үшін арналған және күлгін түсті бағалы металл алтын контрабанды жөніндегі жазылмалары блокнотын жоюға, НСБ 30 маркалы ақша санау машинкасын $10.000, $918.200 теңге және $700 сомкасындағы ақшалай қаражатын мемлекеттік пайдасына аударылсын. Топқа қатысу мен берген дейді. Бұл жерден 14 адамның 11 адамына. 3 адамға Ерғанат Бакш Өтегенге ол трансұлттық ұйымдасқан топқа қатысуын тағылмаған. Осының қарай келе, мына жерде ол нақты қатысу деген адам ұғыну керек дейді. Оның дәлелін бізге таппағаннан кейін сот мынау 11 адамға тапқанның 9 адамын ақтады дәлелденбеуіне байланысты. Өйткені дәлелдеу ол мемлекеттік айыптаушы органдарға байланысты. Бұл жерде 20 эпизод контрабанда алтынды шығарған бойынша болғанда, бір эпизод бойынша жаңа алдында тоқтату қаулысын оқып кеттік қой. Сонда мемлекеттік айыптаушы онан бас тартты. Соған байланысты сот ол бірінші эпизодпен істі тоқтатты. Ал 19 эпизод бойынша сотталушылардың қатыстығы дәлелденді. Осыған байланысты оларға бәріңізде өйткені ол контрабандалық жолмен шығаруға аса ірі мөлшерде және адамдардың алдын ала сөз байланысуымен бірнеше рет. Бұл жерде оның санкциясы 3 жылға дейін ғана. Енді бұл жерде ауырлататын мән-жай бұл сотталушыларға табылған жоқ. Ондай тағылмаған органмен, айыптау органмен. Осыған да жеңілдететін мән-жайлары бұлардың балалары бар. Осыған байланысты сот бұл жерде 55-ші қылмыстық кодекстің 55-ші бабының 2-ші бөлігіне сәйкес бұл жерде 3 жыл болса 1,5 жылдан асыра тағайындалмайды. Өйткені заңмен көрсетілген жартысынан аспау керек деп. Соның бәріне мынау сотталушыларға нақты 1,5 жылдан бәріне берді. Мынау Өтеген, Бакешев және Ерғанатов бұларға трансұлттық топқа қатысуын тақпаған. Бұлар өздерінің кінәләрін мойындап, тергеу кезінде көмектескен. Осыған байланысты, олардың көмектесуіне байланысты оларға 1 жылдан ғана шектеу жазасын тағайындады. Ал енді мына жерде рақымшылық заңы бар 7-ші желтоқсанда 21 жылға. Бұл жерде мынау 234-ші бабы 2-ші бөлігіне қайтып сараланғаннан байланысты бұлар нақты контрабанда бойынша рақымшылық заңы қолданады. Осыған байланысты мына жерде шығарылған заттарды алдына да сот оқып кетті ғой. Нақты кетіп қалған контрабанданың заттардың құны қатысты әрбір эпизод бойынша әрбіреуден алынды. Қының қатысты бар, содан өндірілуге жатады. Осыған байланысты Жанабаев, Рақышев Талғат, Рақышев Саматтың нақты бұлардың эпизодтары бойынша Дәуренттің заттар алынғаннан байланысты бұл жерге қайтып өндіруге болмайды. Ол өйткені заттар мемлекеттік пайдасына өткізілді. Осыған байланысты бұларға рақымшылық заңын қолданып босатылды. Мынау Әділбаев пен Таштан Нұридиннің екеуіне бұл жерлері рақымшылық заңын
қолданым қысқартылды мерзімдері. Бірақтан бұлардың күзетпен ұстау уақыты қамтық болғаннан кейін, оларды уже тағайындалған жазы күзетпен ұстау уақыты уже көп болып болғаннан кейін, соның бұларды босатып отырмыз. Әділбаеваның, Динараның ол нақты баласының өзінің мүгедек баласы бар, осыған байланысты сот оғанда шектеу жазасын тағайындады. Үкімнің көшірмесін бәрі үлкен көлемде біз аудармасымен бәрін жазап тараптарға береміз. Осыдан кейін алғаннан бастап 15 бұл үлкен көлемді үкім болып тұр. Сондықтан бір 10 күн мерзімде біз жазып салынып тараптарға береміз. Сұрақтарыңыз бар ма? Дереу бұл қазір босатылады. Өйткені біз береміз, үкімнің үзіндісін береміз де, сосын босатылады. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Ол сот бұл жерде 15 тәулік ішінде үкімге шағым немесе прокурордың өтініш хаты берілуі мүмкін. Осыған байланысты ол сот алғаннан кейін келіспеген жағдайларыңызда шағымдарыңызды беруге болады. Прокурор өзінің өтініш хатын беруге болады. Бұл онда апелляция сатыға барып қаралады. Сол азаптаған азаматтар қазір қамауға алынды ма? Қамауға алынған жоқ, оның тергеуші антикорда тергеу жүргізіп жатыр. Олар қазір барлық нені дәлелдемелердің бәрін жинайды ғой. Адамдар бар. Біз енді ол жерден менің қол астымдағы қорғаушыларым, олар жәбірленушілер. Қазіргі таңда сол себептен біз ойға барып сұраймыз ертең іс бойынша. Не болып жатыр екен шыққаннан кейін. Азаптау қандай түрі болды? Не істеп азаптады? Азаптау болған кезде ол жерді где-то 9 күндей ма, 10 күндей ма ұрып соққан ғой. Мынандай айтты ғой олар өздері қылмыстық іс бойынша айтты, мынандай линияда тұрғызып қойды, тыржаң алаш еңбектеп жүргізді. Олардан арыз, заявление дейді, және арыз алғызып, мен өзім мынаны істедім, қылмысты деп мойындау алғызды. Түсініңіздер ме? Сол себептен де оларды сол кезде, сол 9 күн ішінде сұрамағанда, алдында жауап берген кезде олар айтты, біз қылмысты істегеніміз мойындамаймыз. Біз ешқандай қылмыс істеген жоқпыз деп айтты. Одан кейін 10 күннен кейін олар айтып жатыр, 9 күннен кейін айтып жатыр, біз қылмысты істедік, бізге мына қорғаушылардың бәрі керек емес, біз осы жерде дәлелдеме береміз дейді. Олар өзі сотта жылап бәрін айтып берді. Жәндегі шетел азаматтары да айтты, и менің қорғауымдағы жігіттер де басқалар да айтып, өздері сотта, ол барлығы видеозаписте тұр. Сіздің қорғауыңыздағы азаматтар өзінің қазіргі бүгінгі айыпталған кінәсін солай мойындаған ба? Олар контрабанда, смотрите, алтынды біз берген жоқпыз деп тұр. Олар алтын бойынша ешқандай қылмыстық істеген жоқпыз деп айтып тұр. Негізінде ол 5 жыл, менің 2017 жыл өтіп кеткен іс бойынша менің қорғауымдағы бір жігіттен айтып тұр. Сен 2017 жыл қылмыс істегенсің, сол қылмыс бойынша сен контрабандада транснациональным кетесің деп та. Тергеулер солай айтқан. И солай сотта біз барлық дәлелдемелерді бердік сотқа. Барлық қағаздарымыз, не дейді, өтініштерімізді сот тергеу органдарының дәлелдеме таппағанын біз сотта оның бәрін өзіміз айтып өттік. Сол себептен де сот адал және әділетті үкім шығарды деп ойлаймыз қазіргі таңда. Бір ғана сұрақ қана, азаптау жүріп жатсыздар ғой. Сол азаптау бәрі бір жерде болған дейді. Өткендегі семейден келген кісілер азаптау дәлелдейтін не видео жоқ, не медициналық сараптаманың өзінің уақыты өтіп кеткен. Сіздер де қалай көресіздер? Сіз дұрыстап қойасыз. Негізінде бұл жерде азаптау болған кезде қараңыздар, 1-3 күнде адам үстіндегі телесный повреждение дейді, жаңағыдай дақтар, сынғандар қалады ғой. Бірақ та қазіргі таңда семейдің жаңа азапталған адамдар, содан кейін біздің жаңағыдегі менің балдарым айтып жатқан сияқты, ол жерде жаңа сараптамалар өткізілгенде, біреуін жаңа құлағын сындырған, ребрасын дейді, қабырғасы сынған, басқа да азаптаулар олар уже дәлелденген. Менің қазір қорғауымдағы баламның қабырғаның астында тоже бір шишкалар шығыпты. Оны біз қазір тергеушіге айттық. Неге десеңіз, ол жерде даже ұрып соққан кезде сіз қай хабар айтасыз, шыға алмайсыз ғой. Мен ол жерде болдым. Кішкентай аяқ жер, кабинет, ол жерден сіз кіру үшін ол жерге сізді 100 рет тексереді. Содан кейін бар жаңа 100 рет деп көп айтып тұрмын, конечно, тергеушінің рұқсатыменен. Одан кейін ол жерде полицей күзет бар, олардың бәрі тексереді, сіз үстіңіздің бәрін тексереді. Сіз кіре алмайсыз ол жерге. Ол жерге кірген адам қалай шығады деп сұраңызсыз. Қазір үкімменен, соттың үкімімен адамдар шығып жатыр. Бірақ ол жерде олар скорый шақыр деп айтқан, менің қазір Рақшып Талғат құлап қалған жүрегі ауырып. Сол кезде ол айтқан, мен жүрегім ауырып құлап қалды деген кезде ана жігіт айтып жатыр, жаңағыдегі КНБ-ның жігіті айтып жатыр, что сен өтірік істеп тұрсың ғой бұл жерде. Сен қалай өліп қалмайсың бұл жерде деп, дәріде дәрмек бермеді дейді. Түсініп жатсыз ба? Оны қалай сіз дәлелдейсіз, экспертиза келмесе, скорый кірген, скорый кіргізбесе, мысалға да.
бұл адам өліп кетсе де оны доказать ету. Ұрып соққаны, азаптағаны соттың үкімімен дәлелденген күннің өзінде сіз бүгінгі сот шешімін қайта қарауға апелляция бересіз бе бермейсіз? Егер де біз ұрып соққан бойынша біз обязательно оны айтамыз ғой, потому что біздің құқымыз болады. Сол кезде жаңадегі берген жауаптар бар ғой. Сіз дұрыс сұрақ қойып тұрсыз, берген жауаптардың барлығы жоқ болып есептелінеді. Неге десеңіз, олар берген жауаптар қазір қалып тұр ғой делада. Істе транснациональный жоқ деп айтқанның өзінде контрабанда бойынша мен осындай контрабанда істедім, мен мына жаққа бардым деп барлық өзім показания беріп тұр ғой. Дұрыс па? Соның барлығы жоқ болады. Неге десеңіз, ана күн бойынша ол азаптау ретінде алынған хаттамалар болып саналады. Берген жауаптардың барлығы.